Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Әлия. Бүгінгі видео достар бізде влог болады. Сіздер көп қалайтын видеолардың бірі. Және де сіздер оны комментарий жазғанда болатынсыздар, сондықтан да бүгін влог. Бүгін қазір біз тұрдық, және де ұйқымызда тұрғаннан кейін көзіміз кішкене ісіп тұрды, кеше түнімен ұйықтамағандықтан. И патча жабыстырған болатынбыз. Ал қазір завтрак ішуге барамыз. Видеоны жалғастырмас бұрын Милюка Тазебекова деген қыздың арнасына кіріп тіркеліп кетіңіздер. Видеолары қызықты, және де қарасаңыздар обложкалары да өте әдемі. Сіздерге барынша тырысып түсіріп жүруде. Оның арнасынан сіздер влогтарды, әртүрлі жаңа жылдық видеоларды табасыздар, және де онымен қатар сіздерге обложка жасауды да үйрететін болады. Сондықтан да описанияға тастап кетеміз, каналына кіріп кетіңіздер. Қазір ғана біздің ата-анамыз келген болатын, осындай покупкалар жасап алып келіпті. Қазір сіздерге көрсетейін, ішінде не әкелгендерін. Мына жақта фруктылар, осындай бір граната, египетский деп тұр. Одан кейін осындай, бұл не? Апельсин, Бұл турецкий апельсин. Өте қызықты екен, турецкий, египетский дегендері. Және де келесі бізде ол. Осындай алмалар, қызыл және де жасыл алма. Келесі пакетте бізде овощилар тұр. Бұлар капуста, сәбіз, картошка, пияз. Осындай көптеген овощилар. И бізде мына жақта сүт. Осындай хлопья, таңғасқа. Одан кейін ары қарай осындай чай, айран, майонез, колбаса, бензинал, каркаде. И нақты тұз екен, қайри бар. Сондай мынандай. И бұл жақта қант, күріш, и осындай гречкалар бар. Осының барын әкепті, и жұмыртқалар қазір қуырып жатыр. Таңғасымызды шектеп жатырмыз. Мына жаққа мінеки анамыз осындай таңғас жасап қойыпты, жұмыртқа мен колбасын қуырып. Өте дәмді, қазір жейтін боламыз. Достар, қазір біз мартқа барақ деп жатырмыз, және де үйсіп киініп алдым, бүгінгі лукым осындай. И қазір енді мартқа кеттік. Вот, достар, біз уже машинадамыз, қазір мартқа баратын боламыз. Достар, біз келдік мартқа, және де қазір аралап жүрміз. Қараңыздар, өте күшті, мына жақта новогодний нәскилер шығыпты. Өте әдемі екен. Сонымен қатар қарасаңыздар, мына жақтарда көптеген декорлар бар. Үйге арналған осындай әдемі жастықтар декорный. Және де мына жақта вообще әдемі ыдыстар мен мынандай ароматный свечалар бар. Осыларды үйлеріңізге қойып қойсаңыздар, өте керемет болып тұрады. Қараңыздар, біз қандай сырғалар тауып алғандарымызды, барлығы жаңа жылдық стилде жасалған, өте әдемі екен. Көрші достар, біз заттарды алып жүрміз. Мына жақта бізде мартта елканы құрып қойыпты, бірақ та сәндемепті. Қазір көрсетейік сіздерге. Вот, қараңыздар, мынау елканы құрған, бірақ сәндемеген. Бірақ төбелерінде мынандайлармен сәндеп қойған. Қазір біз тағы да магазиндерді көреміз. Жаңа жылдық заттарды сосын көрсететін боламыз. Біз қазір Минисоға келдік. Бұл жақта осында жаңа жылдық кружкалар бар екен, өте күшті. Біз уже марттан келдік, және де осында екі өте әдемі жаңа жылдық сырғалар алды. Қараңыздар, өте әдемі. Және де қазір тағатын боламыз. Мінеки біз уже киіп алдық өзіміздің жаңа жылдық сырғаларымызды. Және де мінеки менікі осындай шапка. Менікі дәу, менікі осындай. Және де пряниктің суреттері бар, осындай пряник өздері. Жаңа жылдық өте әдемі. Біз өзіміз осындай аксессуар алғымыз келіп жүрген етін. Жаңа жылдық және де мінеки.
достар, өздеріңіз көріп тұрған мына жақтағы коробкада не бар десеңіздер, бұл жақта комнатаны сәндейтін заттар бар, және елкада сәндейтін заттар бар. Және қазір біз комнатамызды сәндейтін боламыз. Осы жақтағы заттардың барлығын қазір көрейік алып. Мына жақта уже басында мишуралар тұр ішінде. Және мына жақтың өзінде де барлығы осы заттармен тұр. Қазір осылар бойынша сіздер көп сұраған болатынсыздар, бөлмелеріңді сәндеген видео түсіріңдерші деп, соған осы видеоны влогқа қоса салайық деп отырдыңыз. Және қазір сәндейтін боламыз. Вот, мына жақта алдымен осындай ақ мишура бар, және де мына сәндеген заттарлар бар. Мына жақтың барлығы бізде мишуралармен тола. Мына жақта ең күштілері гирляндалар, екеу. Садаптап, және де ойыншықтар, фиолетовый, қызыл бар. Одан кейін осындай сары бар. И тоже осындайлар бар. Енді қазір елкамызды алып келеміз, және де бөлменің барлығын сәндейтін боламыз. Ал достар, біз қазір елкамызды құрып алдық, және де қазір осыны сәндейтін боламыз. Осыдан бастаймыз. Біздің мына жерде ойыншықтар бар, сіздерге көрсеткен болатынбыз қандай екенін. Мінекей. Енді осылармен қазір осы елкамызды жақсылап сәндейміз. Ал достар, өздеріңіз көріп тұрғандай біз оларға шариктерін іліп шықтық. Енді қазір екі гирлянданы ілетін боламыз, немесе біреуін. Ал ілейік. Мінекей достар, біз осылайша шашамызды сәндедік. Бізге мишура қажет емес деп ойлап тұрмыз, потому что мишурамен мұнан барлығы көрінбей қалады. Енді шашамыздың жанатын кезі келді. Ал, 1, 2, 3. Вот достар, біздің шашамыз жанып тұр, өте әдемі болып тұр. Негізі қараңғыда әдемірек көрінеді, сіздерге қараңғыда да көрсететін боламыз. Мына жақта қатты жанбай тұр, сіздерде камерада оның үстіне кішкене жарық болып тұр, сондықтан да шығар. Қараңғы кезде өте әдемі болып көрінеді. Ал енді басқа жерлерді сәнде берейік. Енді достар, біз елканы осындай аяз атаны және де осындай қонжықты қойып қоятын боламыз. Мінекей достар, біздің бөлмеміз әзірге осылайша сәнделіп тұр. Біздің шыршаны бірінші сәндедік. Енді қазір осындай ақ мишуралармен біздің төсегімізді сәндегіміз келіп тұр. Примерно осындай қылып, сол кезде әрекеміздің де төсегіміз сәнделетін болады. Енді достар, осы жерде сәндейтін боламыз үстелімізді. Мінекей достар, бізде осылайша шықты. Отыратын орнымыз өте әдемі болып тұр, және свет өшіргенде вообще әдемі болады. Бірақ егер бір свет өшіріп сіздерге түсірсе, қап-қара болып қалады. Негізі бірақ шын өмірде өте әдемі болып тұр. Мінекей осылайша сәндедік. Ал достар, соңғы ол біздің анау күні жасаған биноклімізді осы есікке іліп қоятын боламыз.
Достар, біз біттік. Бөлмені барлығын сәндеп, сіздерге барлығын дұрыстап көрсеткен болатын. Біз өзімізге қатты ұнады, әдемі болып шықты. Жаман шаршап тұрмыз. Қазір барлығын жинау керек. Бірақтан нәтижесі әдемі болып шықты. Сіздер де безендіріңіздер, новогодний настроениемен жүріңіздер. Қазір біз сіздермен бірге коктейль жасайтын боламыз. Және де оған не керек екенін де айтатын боламыз. Мінекей бізге не керек екенін. Бірінші сүтті ысытып алуға бір осындай ыдыс алдық біз. Және де сүттің өзі осындай. Және де мінекей бізде какао, ұнтағы и қант. Енді біздің сүтіміз кішкене қайнап алсын. Қатты қайнамау керек, енді кішкене қайнауға аз қалғанда. Мына жақта қантымызды және де ұнтақтың примерно бір 2 қасықтай ма, осындай чайный ложкамен салатын боламыз. Ал кішкене тәттірек болу үшін 2 чайный ложка саламын қанттан. Бізде осы 1 чайный ложканың өзінде осындай болып тұр. Шоколадный болып. Енді дайын болған коктейлімізбен бірге жаңа жылдық кинолар көруге кеттік. Достар, осымен біздің видео да аяғына жетті. Егер де бұл видео ұнаса, бізге лайк қоюды, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Бүгін сіздердің қалауларыңыз бойынша біз влог та түсірдік, және де бөлмемізді де сәндеген болатынбыз. Онымен қоса рум-турда болып кетті. Сіздермен болған біз Әлия, Мерей. Пока-пока. Сау болыңыздар.